Электр қуатын өндірудің жаңа тәсілі. Қызылордалық оқушы көшені жарықтандырудың оңай әрі ұтымды тәсілін ойлап тапты. Жоба авторының пікірінше жел, су, күннен электр қуатын алмай-ақ көліктерден де алуға болады екен. Ғылыми жобаның авторы небәрі 17 жаста. Жанғали Исқақтың тайық. Электроэнергетика адам өмірінде маңызды орын алатыны белгілі. Қазіргі таңда электр қуатына тәуелді сала кемдеген. Сондықтан бүкіл әлем бүгінде энергияны өндірудің балама жолдарын қарастыруда. Бұл іске қызылордалық оқушы Мерей Сембайда білек сыбана кіріскен. Қоршаған ортада шығындалып жатқан қалдық энергия тым көп дейді жас ғалым. Қызылордада да соңғы жылдары жеңіл көліктердің тым көбейгенін ескерген оқушы осы ресурсты халықтың пайдасына жаратуды көздепті. Біз осы көліктің зиянды әсерлерінен пайдалы нәрсе шығарғымыз келді. Сонда біздің ойымызға ең алғаш келгені ол көліктің шығындалып жатқан энергиясын өзіміздің пайдамызға жарату. Оны көліктің кинетикалық энергиясын электр энергиясына түрлендіру арқылы сақтап, көшенің белгілі бір бөлігіндегі шамдарға немесе ғимараттың бір кішкене бөлігін болса да жарықтандыруға жұмсау деген ой келді. Бұл жобаға сәйкес механизмдер асфальт жол үстіне қойылады. Көлік осы механизмдерді басып өткен кезде электр қуаты жиналып, белгілі бір нысанға жарық береді екен. Бұл ойды іске асыру үшін Мерей өзінің жоба жетекшісімен теориядан бастап практикаға дейін көптеген тәулік жұмыс жасапты. Қоршаған ортаға әсерін тигізбейтін экологиялық және экономикалық жағынан тиімді құрылғыны қоғамға ұсыну жобасын әзірлеуде арнайы мамандардан кеңес те алыпты. Арнайы мамандарға барып, осындай электр энергиясын өндіретін генераторлар. Осы біз жасап жатқан құрылғының жұмыс принципі қалай жүзеге асып жатыр? Ол жүзеге асыра аламыз ба? Асыра алмаймыз ба? Соны бағамдау үшін бірінші тестке барып жолықтық. Қолданысқа енгізуге жұмыс жасап жатыр. Мүмкіндігінше Құдай қаласа. Алла қаласа, егер қолданысқа енетін болса, бұл конструкция бұл экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан тиімді әрі энергияны үнемді көз болып табылады деп ойлаймыз. Мерейдің сыныпта да мерей үстем. Болашақ ғалым өзінің достарына әрдайым көмек қолын созып жүреді екен. Ең алдымен Мерейді оқу озат екенін айта кеткен жөн. Ол барлық сабақтарда өзін өте белсенді көрсетеді. Және мысалы өзге оқушылар бір нәрсе түсінбей жатса, көмек сұраған кезде ол ешқашан қарсы келмейді. Және барлық есептерде, шығармай жатқан есептерді түсінбеген сабақ болса, әрқашан көмектеседі. Және топтық жұмыстарға келетін болсақ, ол өзін өте белсенді көрсетеді, және лидер деп айтсақ та қате болмас. Мұнай мен газ ел экономикасы үшін аса маңызды. Алайда олардың сарқылатын ресурс екенін жақсы түсінетін Мерей Сембай бүгінде көліктердің қозғалысы арқылы электр қуатын өндіруге болатынын ғылыми дәлелдеді. Бұл жобаның елімізде ғана емес, әлемде баламасы жоқ екен. Сол себепті жақын арада жас новатор бұл технологияны патенттеп, қолданысқа енгізбек. Жанғали Исқақ, Сенбілік жаңалықтар, Қызылорда қаласынан.